Нанопластик адам үшін өте қауіпті. Ол ағзадағы пайдалы бактерияларды құртып, дәрілердің әсерін азайтады. Ол тіпті миға дейін кіріп, есте сақтау мен ойлау қабілетін нашарлататын көрінеді. Ал нанопластикке төтеп беруге қабілетті қазіргі кезде ешбір мүмкіндік жоқ. Себебі биохакинг технологиясының өзде нанопластикті ағзадан шығара алмайды. Тек жалпы иммунитеттің күшейтіп, жанама түрде зиянды заттардан аздап азайтады. Сондықтан бүгінгі күннің басты мәселесі болған нанопластик әлі шешім таппаған мәселе. Бүкіл әлем бойынша адамдар осыны түсінген сайын жаппай әрекет жасалып, ғалымдардың да бұл проблеманы бірігіп шешуге ықтималдығы артады. Ендеше ақпаратты тарату арқылы көпшілікке кеңінен жеткізуге үлес қосайық.